Ассалаумағалейкум, құрметті әлеумет. Халықтың рухани негізі дін десек біз қателеспеген боламыз. Әлемдік өркениетке өз үлесін қосқан ата-бабаларымыздың болмысы, мінез құлқы, ұлттық ұстанымдарының барлығы терең мағынаға ие. Қазақ руханиятына да біздің ислам дінінің қосқан үлесі зор. Қазақ руханияты дегенде бізге қазақтың ежелден ұстанып келе жатқан салт дәстүрі, әдет ғұрыптары ойымызға келеді. Қазақ руханиятына сол сияқты халықтың ұстанған мәдениеті, әдебиеті, тілі, ділі, ұстанған діні, дәстүрлер барлығы осы қазақ халқының сауаттануына апаратын жол еді. Кешегі жоңғар қазақ шапқыншылығы соғысынан кейін Ресей патшалығының құрамына кірген қазақ ұлты өзінің тәуелсіздігінен айырылып қалды. Соның себебінен отаршыл миссионерлердің қазақ халқының әлеуметтік жағдайын, рухани жағдайын, діни ұстанымдарын зерттей келе, қазақтың ежелден келе жатқан, ұстанып келе жатқан жолынан тайдыру үшін оларды, қазақ халқын шоқындыру үшін көптеген әрекеттестеді. Одан кейінгі келген атеистік, кеңестік кезеңде де қазақ халқының тікелей руханиятына тиісіп, қазақ халқының ұстанған ұстанымдары, діні мен дәстүрі, салт дәстүрі, діні ұстанымдарына қарсы шығып, дін менен салт дәстүрді ажыратуға көшті. Сөйтіп, олар құжаттамалық деректемелер, қаулылар, қарарлар қабылдап отырып, діні менен тікелей күреске көшті. Мысалға тоқтап кететін болсақ, ең бірінші олардың істеген әрекеттерінің бірі, екі жас отау құрып, ол отау иелеріне, имам молдаларының неке қию рәсіміне тікелей қарсылық көрсетті. Екінші, қасиетті Рамазан айындағы халықтың ұстайтын оразасына, ол да адамның денсаулығына зиян береді деп оған да тыйым салды. Үшінші, ежелден келе жатқан қазақ халқының ұстанымдарының бірі, кішкентай бала ер жетіп, тай-тай басы өсіп келе жатқанда сүндеттеу рәсімі болса, балаға психологиялық әсер береді, бала қорқып қалады деп, ол сүндеттеу рәсіміне де қарсы шықты. Төртінші, қазақтың әлеуметтік жағдайын, руханын күшейтетін, жиналып, қасиетті құрбан айттарында құрбандық шалынып, қазақ халқының бір болу үшін отыратын, жиналатын кезеңде істелінетін рәсімдердің бірі құрбан айт болса, сол құрбандық шалу шаруашылыққа зардап етеді деп оған тыйым салды. Одан әрі қайсы бір қазақтың үйінде әкесі, немесе шешесі, немесе ағайыны дүниеден өтетін болса, ақыреттік сапарға ақ бөз шүберекке орап шығарып салудың өзі, оның жаназасын оқудың өзі сол уақыттарда мың болды. Бірақ дегенмен біздің қазақтың сабырлығы, шыдамдығы, мықтылығының арқасында өздерінің ұстанған ұстанымдарын кейінгі ұрпақ біздерге қазақ аталарымыз паш ете білді. Соның бірі атамыз Әбу Бәкір Кердері былай деп өзінің бір шумақ өлеңінде баяндайды. Әузу менен бисмилла, әрбір сөздің бастауы альхамдулилла салауат, мұсылманның аузынан дұрыс емес тастауы деп әдемілеп тұрып, түйіндеп, салт дәстүр осының барлығы бізге керек екенін шегелеп тұрып айтып кеткен. Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Рахмет.